Так, саламатсыздар ма? Ықтималдыққа қатысты есептер. Енді мына есептерден бастап шығарайық и мұқият тыңдап отырыңыздар. Кешегі өткен тақырып бойынша есептер шығарамыз. Сонымен бастайық. Мен қазірде қаламды туралап алайын. Қараға қойып и мынау 3 болса бетсізсі әдемі көрінсе болды. Енді мынандай бірінші есептен бастайық. Чемоданда 6 жұп қара, 4 жұп қоңыр түсті шұлықтар араласып жатыр. Чемоданға қарамай бірден бір жұп шығару үшін қанша шұлық алу қажет дейді. Енді қарайық, бір түстен бір жұп. Жұп деген сөз ол екеу, иә? Енді қарайық, кемінде қанша алу керек? Мысалға сіз бір түс алдыңыз. Қара болды ғой, иә? Енді бір жұп деген екеу болғанда былай ғой, бұл әрқайсысы жұптан. Бір түс алдыңыз, қара болды. Екінші түс алдыңыз, қоңыр болды да, қоңыр болды. Үшінші түсті алсаңыз, өте ол не болады? Е қоңыр болады, е қара болады. Мысалы, қара болса, онда екі қара болды. Шынында бір жұп пайда болды ғой, я? Или келесі шыққан нәрсеңіз тағы қоңыр болды дейік. Онда екі қоңыр пайда болды. Ол тоже бір жұп. Сонда екеуін аласыз, ол екі түрлі болады. Үшіншісін алғанда ол міндетті түрде мына екеуінің біреуіне жұп болады да, сондықтан минимум 3 жаралған кезде оның ішінде сіз алған шарлардың ішінде біреуі жұп болады. Ол түсінікті болды ғой, мысалы мынандай зат тұрса, енді түсінікті ғой. Мысалы, бір қара, бір қоңыр алып қойдыңыз да, енді келесі өз ішінде екі ақ түс бар, қара және қоңыр. Қоңырда енді келесі алатын түс міндетті түрде қара немесе қоңыр болатын белгілі. Ал қараны алсаңыз да сыртта бір қара тұр, сонымен жұп болады, или қоңыр алсаңыз да сыртта бір қоңыр тұр, сонымен жұп болады. Ол түсінікті. Келесі бізде 11. Не мынандай. Бақта үш көбелек екі ара ұшып жүр, гүлге бірінші болып араның қону ықтималдығын табыңыз. Ықтималдықтың формуласында P тең n бөлінген n. Енді n барлық жағдайлар саны. Бізде n барлық жағдайлар, яғни бізде барлығы қанша жәндік соны санаймыз. 2 көбелек, 3 көбелек 2 ара. Барлығы 5 жәндік жүр. И араның қону ықтималдығы. Бізде араның саны 2 ақ. 2 бөлінген 5 болды. Ары қарай қысқармайды. 2 бөлінген 5 араның қону ықтималдығы. Кешегі үйренген формула бойынша. Келесі. Жәшікте 36 шар бар, оның 14-і ақ, 4-і көк, қалғаны қызыл. Кездейсоқ алынған шардың қызыл шар болу ықтималдығын табыңыз дейді. Қызыл шардың ықтималдығы так n бөлінген n. Енді қарайық. Барлығы 36 шар бар, яғни 36. Так n бөлінген n ғой, менден кейін жазып қойдым. 14-і ақ, 14-і көк болса 18 шар, қалғаны қызыл дейді. 36-тан 18 айтсақ, қалғаны 18 шар қызыл. А бізде қызыл шар болу ықтималдығы үстіне бізге керек шарлардан жазамыз, қызыл мысалы. Мынау 2-ден 1-ді береді. Бұл сонда нұсқасы дұрыс. Келесі 13. Жәшікте 36 шар бар, жартысы ақ, 4-і көк, қалғаны қызыл. Кездейсоқ алынған шардың қызыл түсті болу ықтимал. Жартысы ақ деп тұрған 18-і ақ, 4-і көк. Қоссақ 22. 36-тан 22-ні алсақ қанша болады? 14, яғни 14 қызыл. Сонда P тең болады 14 бөлінген 36 болады. Енді болды, ықтималдығын тап 14 бөлінген 36 екенін қысқартамыз, балға нешеге қысқартамыз? 2-ге қысқартсақ 7, 36-ны 2-ге бөлсек 18. 7 бөлінген 18 сын нұсқасында тұрған жауап бізде тұрғыз. Ұқсас есептер негізінен барлығы. Сонда да 1-2 рет шығардық. Мынау сәл басқаша есеп. Тиын ақша 3 рет лақтырылды, оның елтаңба жағының кем дегенде 2 рет түсу ықтималдығын табыңыз. Енді мынандай, өз тиын ақша мынандай ғой, мысалы бір жерінде герб тұрады, бір жағында елтаңба тұрады. Елтаңбада. Енді оның елтаңба жағының кем дегенде 2 рет түсу ықтималдығы дейікші. Мысалға бір рет лақтырған кезде, мысалға 50%-да 50%-да өз екі ақ жағы бар ғой, ол 50% герб түсу мүмкін, 50% елтаңба жағы түсу мүмкін да. Или ықтималдығы 0,5 деп айтсақ болады. 0,5-тен 0,5. Енді қарайық. 2 рет лақтырған кезде, яғни қазір бір минут. И қарайық. Енді қарайық 0,5. Елтаңба түсу жағы 0,5. 3 рет лақтырылды дейді. P тең
0,5-тен так 3 рет жалпы барлығы неше деп есептеуге келеді? Барлығы бізде бізде барлық мүмкін болатын жағдайлар саны болуы мүмкін, ол 1,5. Иә? Так. 0,5 1 3 болуы мүмкін да енді. Одан кейін ел таңба жағы 2 рет түсу ықтималдығы. 2-ке 0,5-ті көшсек 1. Сонда 1 бөлеміз 1,5-ке. 1 бөлім 3 бөлім 2 тең болады 2 бөлінген 3. 2 бөлінген 3 деген ол. Так. 2 бөлінген 3 0,6. Яғни шынында 0,5-ке жақын болады. Нақтылы есептейтін болсақ, мынандай болады. Так, мен бір жерін шатастырып тұрмын, айып етпеңіздер. 3 рет лақтырылды дейді. 0,5 3-ке көбейтсек 1,5 шығады, иә? Ол мүмкін жағдай. Оның ел таңба жағының кем дегенде 2 рет түсу ықтималдығы. 1 рет лақтырғанда 0,5 болуы мүмкін. Ал 3 рет лақтырған кезде, так, осы 3-ке 0,5 көбейтсек, қанша болады? Так, 3-ке 0,5-ке 1,5 екен қоссақ, астында 3 болады. И бізде 0,5 2-ке көбейтсек 1 болады. Я 1 бөлінген 3. Ну, по-любому осыны шығады екен. Келесі 15. Жәшікте 10 шақ, 5 көк, 7 қызыл шарлар бар. Кездейсоқ алынған шардың көк шар болу ықтималдығын табыңыз дейді. Бұл оңай, жаңағындай. Барлық шарлардың қосындысына жазамыз. 5-ке 7-ні қосамыз, мысалы 12, 13-ке қосамыз 25. И көк шар бізде 5-ке бақ. Көк шар болу ықтималдығы деген ғой, 5 бөлінген 25, 1 бөлінген 5. Жалпы 1 бөлінген 5 шығар екен. Енді бізде 1 бөлінген 5 бізде С нұсқасында тұрған жауап. Келесі 16. Жәшікте 9 ақ, 12 көк, 11 қызыл шарлар бар. Кездейсоқ алынған шардың көк болу ықтималдығы. Ну, тездетіп шығарайық. 9, 11 қоссам 20, 12-ке қоссақ 32. Барлығы 32 шар бар. Көк шар саны бізде 12 көк бар. 2-ке қысқартсақ 6, 2-ке қысқартсақ 16. 2-ке қысқартсақ 3, 2-ке қысқартсақ 8. 3 бөлінген 8 бізде В нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі. Так, 17. Оқушы 2 таңбалы. Так, оқушы 2 таңбалы бір санды таңдады, ол санның 4-ке және 6-ға еселі болу ықтималдығын табыңыз дейді. Так, енді мынаны басқа бір жерге көшіріп аламыз, или осы жерде шығарайық жаңа. Так. 2 таңбалы сан таңдады дейді. 2 таңбалы сан 10-нан басталады, 99-дан аяқталады. Барлығы 90 сан бар. Осы 90 санның ішінде қаншауы 4-ке еселі, 6-ға қаншауы еселі, соны табуымыз керек. Олай жасайық. Ең бірінші 4-ке еселі сандар 2 таңбалы санның ішінде ең кішкентай қанша? Ол бізде 12. Яғни бұл арифметикалық прогрессивін шығарайық. 12. Әрбір 4 сан қосылып отырған сайын 12-ке 4 қоссақ 16 4-ке бөлінеді. 16-ға 4 қоссам 20 4-ке бөлінеді. Сонда қосылып отыратын немесе айырым дейміз. 4-ке тең. Ең соңғы сан айын бізде мысалға 99 бөлінбейді 4-ке, 98 бөлінбейді. 96 бөлінеді бізде. Енді 96-ны 4-ке бөлсек, так, дұрыс 24. Енді бізде табуымыз керек. 4-ке бөлінетін қанша сан бар? 90 санның ішінде қанша 4-ке бөлінеді? Ол қалай? AN тең болады A1 плюс N-1 көбейту D деген формула саламыз да. AN 96, A1 12 плюс N-1 көбейту D 4. Так, 96-дан 12-ні айырсақ 84 плюс, так, плюс емес тең 4N-4. Екен қоссақ 88 тең болады 4N. N тең болады 88-ке 24, 88 4-ке бөлеміз 22 шығады. Енді N 22 екен. Енді тура осылай осы 90 санның ішіне қанша 6-ға бөлінеді соны табуымыз керек. 6-ға бөлінетін сан 12-ден басталады. Ең соңғысы ол да так, нешеден аяқталады? 96-дан аяқталады ма екен? 96-мен аяқтала ма? 96-ны 6-ға бөлсек қанша болады екен? Наған 1-ден береміз 6, азайтамыз 3, 36 2. Дұрыс. 6 деген ой. 16 дұрыс 6. Ең соңғы так 12, ең бастапқысы, ең соңғысы 96 болады екен бұда. Тура мынау сияқты теңдеу құрамыз. Ой, мынау не болып кетті?
Мыналарды өшірейік. Бізде ең соңғысы 96. Бүйтіп жазамыз. 96 тең болады 12 плюс n-1 көбейту d-ның орнына бұл жерге 6-ны қоямыз. Бізде 4 қойдық, енді 6-ны қоямыз. Азайтсақ 84 тең болады 6n минус 6 екеуін қоссақ 90 тең болады 6n, n тең 96-ға бөлеміз. Қанша болады? 15 болады ма? Өшелегі алдың 30, дұрыс 15. n тең 15. Енді қарайық. 6-ға бөлінетін 15 сан бар, 4-ге бөлінетін 22 сан бар. 15 плюс 22. Бірақ бұның ішінде ұқсас сандар да бар ғой. Мысалға 12 ол 4-ге де 6-ға да бөлінеді. Айталық 24 4-ге де 6-ға да бөлінеді. Бірақ бізді екі реттен санап берді аның ішінде. Вот сол 4-ге де 6-ға да бөлінетін неше еселі сан бар, соны тапсақ та болады бірінші. Оны қалай табамыз? Ең соңғысы 96 тең болады. 96 12 бөле аламыз ғой. Тең болады 12 плюс n-1 көбейту 12. Азайтсақ, азайтсақ 84 тең болады 12n минус 12. 86 тең болады 12n-ге, n тең болады нешеге, 86-ны 12-ге бөлсек. Бізде 96 шығады, 96-ны 12-ге бөлсек 8 шығады. 8 сан бар. Яғни мұны екінші біз 8 санды екі рет жасап жерді, сол үшін 8 санды азайтамыз. 15-ге 22-ні қосамыз, 37, 37 азайту 8, 29. Енді ықтималдықтың формуласын саламыз. Бізде 29 сан 4-ге де 6-ға да еселі. 4-ге еселі болуы мүмкін, мысалы кейбіреу 6-ға еселі болуы мүмкін. Кейбір сандар ортақ, ол екеуіне де еселі болуы мүмкін, 29. Барлық сан бізде 90. Екі таңба сандардың барлық саны 90-да. 29 бөлінген 90 анысқасында тұр, сол бізде дұрыс жауап. Келесі есеп дәл осыған ұқсайды, тағы шығарып көрсетейін. Оқушы үш таңбалы бір санды таңдады, ол санның 20-ға және 50-ге еселі болуы ықтималдық. Бірінші, үш таңбалы сандар нешеден басылады? 100-ден басылады, 999-дан аяқталады. Барлығы 900 сан бар. Енді ол 20-ға еселі сандарды табамыз. Мысалы 990-ның ішінде ең несі 20-ға еселісі қанша? 980 болады ма? Или неше болуы мүмкін? Жалпы бірінші 20-ға есептелетін сандар таулауымыз керек. 980-ді бөлеміз 20-ға. Келеді ғой, Найкен қысқарт жібереміз. 98-ге бөлеміз 49, 490. 49-дан келеді да. 990 келмейді. Сонда ең біріншісі 100-ден басталады, ең соңғысы 980-ден аяқталады. Сонда мынау AN, мынау A1. Тура осы формула бойынша 980 тең болады 100 плюс n-1 көбейту d-ның орнына біз нешені қоямыз? 20-ны қоямыз. Мынаны азайтамыз. 980-нен 880 шығады. Тең болады, 20-ны көбейтеміз. 20n минус 20. 20n тең болады нешеге? 20-ны 880 қоссақ 900. Мына n-ді бөлеміз, мынаған бүйтіп бөліп жүрсек 92-ге бөлеміз 45. 20-ға бөлінетін 45 сан бар, дәл өсіп 50-ге бөлінетін сан табамыз. 50-ге бөлетін ең соңғы сан 950. 100 плюс n-1 көбейту d-ның орнына тағы 50-ді қоямыз, бұл жерде 20 емес. Мынаны азайтсақ 850 тең болады 50n минус 50. 50n тең болады нешеге? 900-ге. Неге? Өйткені мына 50-ді мында қосамыз 850-ге. n тең болады 950-ге бөлеміз. Найкен қысқарып кетсе, урочка 90-ды 5-ге бөлеміз. Қанша болады? 18 болады, n 18. 18 сан 50-ге бөлінеді, 45 сан неге бөлінеді? 20-ға бөлінеді. Енді 50-ге де 20-ға да бөлінетін сандарды анықтаймыз. Мысалға 100. Одан кейін келесі бөлінетін сан, ол қандай сан? 50-ге де 20-ға да бөлінеді. Мысалға 150 50-ге бөлінеді, бірақ 20-ға бөлінбейді. 150-ден кейін 50-ге бөлінетін сан, ол 200. 200 ол 20-ға да 50-ге де бөлінеді. Сонда 200 болса, енді келесі сан 300 болады, дәл сөйтіп кете береді. Әрбір жүздіктер сонда біз не істейді? 50-ге де 20-ға бөлінеді. Онда жүздіктің саны қанша? 9, бірден 900-ге дейін, 100-ден 900-ге дейін 900 бар. Сонда 18 сан 50-ге бөлінеді, оған қосамыз 45 сан бөлінеді бізде, 45 сан 20-ға. Екеуін қосып осыдан 9-ды азайтсақ қанша болады? 18-ге 45-ті қоссақ 63 азайту 9, ол 54. 54 бөлінген, сонда П ықтималдық бойынша 54-ті бөлеміз біз неге? Барлық сандар саны 900-ге.
54 пен 9'ға қысқарады. 54-ті 9'а бөлсек 6, 9'а бөлсек 100. 50-ді 2-ге бөлеміз, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 100-ді 2-ге бөлеміз 50. 3 бөлінген 50 бізде д нұсқасында тұрған. Келесі 2 есеп шығардым, бір емес түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі 19. Лақтырылған 2 ойын шегінің жақтарындағы цифрларының қосындысы 11 болуының ықтималдығы дейді. Бізде мысалға ойын шегі деген мынандай не ғой? Не де айтсақ болады? Жаңа нардан лақтыратынын білеміз ғой, жалпы ойын шегі деген мынандай. Бір бетінде біреу, мына бетінде 2 точкасы бар, мына жақта 3-еу бар, арғы бетте 4-еу. Жалпы мынаның 6 жағы бар, сөйтіп 1-ден бастап 6-ға дейінгі нәрселер нөмірленген да. Енді бізде жалпы 2 ойын шегі деген ғой, 2 ойын шегі біреуінде 6-ау бар, біреуінде 6-ау бар. Сонда неше түрлі жолмен түсе алады? Ол мысалға 1-де 2 болып түсуі мүмкін, иә? Или 2-де 1 болып түсуі мүмкін. Немесе 1-де 3 болып түсуі мүмкін, 3-де 1 болып түсуі мүмкін да. Немесе 1-де 4, 4-де 1. Өсіп кете береді да, 2-де 3, 3-де 2, 2 түрлі. Жалпы бұны қандай тәсілмен шығарамыз біз? Көбейту тәсілмен 6-6 көбейтеміз. 36 түрлі жол бар жаңағыдай. 1-де 3, 3-де 1, 2-де 3, 3-де 2 деген сияқты 36 түрлі тәсілмен түсе алады. Бұнда P тең n бөлінген m бөлінген n деген формула бойынша барлығы 36 жолмен түсе алады, кубик. Енді екеуінің түскен цифрлардың қосындысы мысалы ең көбі 6, ең азы 1 дедім ғой, иә? Осының ішінде мысалы екіншісінде де дәл сондай да 1 или 6. Осы екеуінің арасында 2, 3, 4, 5 бар арасында. Қайсыларының қосындысы 6 болады? 11 болады. Иә, мысалы біріншісін лақтырдық 5 түссе, екіншісін лақтырдық 6 түссе, екеуін қоссақ 11 болады. Біріншісін лақтырдық 6 түссе, екіншісін лақтырдық 5 түссе, 11 болады. Бұл екеуінен басқа қандай жағдай бар? Басқа ешқандай жағдай жоқ. Басқа ешқандай жағдайдың қосындысы не істемейді бізде? Басқа ешқандай жағдайдың қосындысы 11-ді бермейді. 5-те 6 түсу керек, немесе 6-та 5 түсу керек. Осы екі жағдай бар. Осы екі жағдай ғана бар. Енді осы екі жағдай бізде барлық мүмкіндік екі жағдай, барлық 36 жағдай. Керек жағдай саны 2 бар. 2-ні 36-ға бөлеміз, 1 бөлінген 18. 1 бөлінген 18 деген бізде д нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі. Лақтырылған 2 ойын шегінің жақтарындағы цифрлардың қосындысы 8 болуының ықтималдығы дейді. Бұл тура жаңағыдай 2 ойын шегі болса барлық 36 рет түсуі мүмкін, 36 түрлі жолмен. 8 болу үшін нешеден неше болып түсуі мүмкін? Мысалға айталық, ең кішкентай айналып айттық. 6-та 2 болып түсуі мүмкін, иә? Или 2-де 6 болып түсуі мүмкін. Немесе 4-те 4 болып түсуі мүмкін. Немесе тағы 4-те 4 болып түсуі мүмкін, иә? Екеуі екі түрлі. Мысалы бірінші 4, екінші 4, екінші 4, үшінші 4 болып түсуі мүмкін. Бірақ мына екеуі мысалы бір жағдай. Енді келесі жоқ бір жағдай деп қарастырмаймыз. Одан кейін келесі тағы да 5-те 3 болып түсуі мүмкін, немесе 3-те 5 болып түсуі мүмкін. Тағы қандай жағдай бар мүмкін? Мүмкін болатын тағы қандай жағдай бар? Бізде басқа жоқ, иә? 8 болу керек та, қосындысы алдыға 2 қоссақ 8, 3-ке 5 38 қанша жағдай бар? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу. Барлығы 6 жағдай бар. Яғни керек жағдайлар саны 6, барлық жағдайлар саны 36. Қысқартамыз, 1 бөлінген 6 шығады. Е нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Тиын ақша 2 рет лақтырылды, оның дәл 1 рет сан жағымен түсу ықтималдығын табыңыз дейді. Енді мына жаңағы есепке ұқсайды. Былай, тиын өз екі ақбеті бар ғой, бір жағы герб, бір жағы елтаңба. Бір лақтырғанда ол елтаңба жағымен түсуі мүмкін, немесе бір лақтырғанда герб жағымен түсуі мүмкін да, екі ақ жағдай бар. Сонда ол екі жағдай деген сөз, жалпы толық бір жағдай болса, бір жағы 0,5 құрайды деген сөз да. Бір рет лақтырғанда сан жағымен түсу ықтималдығы. Толық бір деп қарастырамыз ғой, осының не 0,5 герб түсуі мүмкін, 0,5 елтаңба түсуі мүмкін. С нұсқасында тұрған жауап дұрыс бізде. Келесі 22-ші есеп. 22-ші есеп. Карточкада жеңіс әріптер жазылған карточкалар кездейсоқ бір-бірден алғанда жеңіс сөзінің шығу ықтималдығын табыңыз дейді. Сонда неше түрлі жолмен алуға болады жеңіс деген әріп? Мысалы бірінші с-ны, екінші і-ні, төртті терісінен алып шығуға болады. Или бірінші е-ні, одан кейін ң-ді, одан кейін н алуға болады. Солай неше түрлі әріппен алуға болады. Бұны қарайық. Барлығы 5 әріп тұрады. 5 карточкада, әр карточкада бір әріптен тұр ғой. 5 факториал бізде 120 дейміз болды. Барлық жағдай 120 рет. Ал 120 түрлі жолмен алуымыз мүмкін да. 120 түрлі жолмен алуымыз мүмкін. И бізде соның ішінде біреуі ғана жеңіс деген сөзді құрауы мүмкін. 120 түрлі жолмен құраймыз. Мысалы жеңіс, емжіс деп түрлі жолмен құраймыз да, бірақ соның ішінде біреуі ғана жеңіс деген әріп құрайды.
Сонда 1 бөлінген 120 бізде дұрыс жауап в нұсқасында тұрған. Келесі 23. Ойын сүйегі лақтырылды, тақ сан түсті. Осы санның жай сан болу ықтималдығы дейді. Ойын сүйегі P тең m бөлінген n деген формула бойынша барлығы 6 жолмен түсуі мүмкін, иә? Былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 осындай 6 түрлі жолмен түсуі мүмкін ғой. Осының ішінен тақ сандар қайсы сандар? Тақ сан ол 3, 5. Және де 1-ді айта аламыз, иә? Біз осы тақ сан бар, үшеуі тақ сан, 3 тақ сан бар. Ал осы мыналар жұп сандарды сызып тастаймыз. Осылардың ішіндегі, тақ сандардың ішіндегі қаншауы жай сан бола алады? Жай сан ол 3 пен 5 ғана, иә? Сонда 2 ғана жай сан бар. Сонда бізде барлық мүмкін жағдай саны 3, ал қажетті жай сандар саны 2. 2 бөлінген 3 бізде д нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі кездейсоқ тәжірибеде монетаны 2 рет лақтырған, монетаның сан жағымен 2 рет түсу ықтималдығы. Бізде сан жағымен 2 рет түсу ықтималдығы дейді. Бұл бұлай. Монетаның ықтималдығы бізде жалпы 2 түрлі жолмен лақтырсақ, онда жалпы 4 болады. Ал сан жағымен түсу ықтималдығы 2 рет түсу ықтималдығы. Бізде 0,5, 0,5 2 реттен қоссақ 1 болады. 1 бөлінген 4 бізде с нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі соңғы 2 есеп қалды енді. Фабрикасы сөмке шығарады, орта есеппен алғанда 200 сөмкеге 16 жасырын ақауы бар сөмке сәйкес келеді. Ақауы бар сөмке шықпау ықтималдығын табыңыз. Бұлай қарайық. П тең әрбір барлығы 200 сөмке бар, соның 16-сында ақау бар. Сонда қаншауында ақау жоқ? 200-ден 16 айтсақ 184. 184 неде? 184 сөмкада ақау болмайды. 184-ті 200-ге бөлеміз, қанша болады? 0,92. Сонда болады 0,92. Сонда е нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі, қорапта 6 ақ 4 қара шар жатыр. Қораптан кездейсоқ 2 шар алынды. Екеуінің де бір түсті шар болу ықтималдығы қандай дейді. Бұлай 6 ақ 4 қара жатыр дейді. 6 ақ 4 қара жатыр. И кездейсоқ 2 шар алынды. Екеуінің де бір түсті болу ықтималдығы қандай. Енді ол нәрсені бұлай шығарсақ болады. Бізде барлығы 6 плюс 4 10 шар бар. И осының ішінде қаншауы бізде бола алады? Қаншауы бола алады бізде бір түсті. И 2 шар алған кезде. Мысалға, мынандай жағдай қарастыруымыз мүмкін. Бір қара, бір ақ алуымыз мүмкін. Немесе бір ақ, бір қара алуымыз мүмкін. Немесе 2 қара, 2 қара алуымыз мүмкін да. Или 2 ақ, 2 ақ алуымыз мүмкін. 2 түрлі нәрсе. 2 нәрсе жасаймыз. Сонда